Барлығыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, жылдам дайындалатын таңғы астың жасалу жолын ұсынамын. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Күнделікті қайталанатын таңғы астан жалықсаңыз, осы рецепті де жасап көріңіз. Видео қызық болса соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар: ірімшік, лаваш, қызанақ, шұжық, жұмыртқа және дәміне қарай тұз бен қара бұрыш. Ең алдымен жұмыртқаға дәміне қарай тұз бен қара бұрыш саламыз. Жақсылап араластырамыз. Менің каналымда басқа да таңғы астың жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Келесі кезекте табамызға жұмсақ сары май жағамыз. Сонан соң жұмыртқаның жартысын құямыз. Оның үстіне бір лавашты қоямыз. Лаваштың үстіне шұжықтарды қойып шығамыз. Лавашты табаға сәйкес келетіндей етіп дөңгелетіп кесіп алдым. Шұжықты барынша жұқа етіп кесеміз. Сонан соң үкіштен өткізілген ірімшікті 3 бөлікке бөліп, бір бөлігін видеодағыдай сеуіп шығамыз. Ендігі кезекте лавашты қоямыз. Келесі кезекте жұқа етіп туралған қызанақтарды қойып шығамыз. 3 бөлікке бөлінген ірімшіктің видеодағыдай екінші бөлігін сеуіп шығамыз. Енді лавашты қоямыз. Сонан соң шұжықтарды қойып шығамыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Енді қалған ірімшікті сеуіп шығамыз. Сонан соң лавашты қоямыз. Лаваштың жұқасын пайдаланыңыздар. Лаваштың үстіне алып қалған жұмыртқаның барлығын құямыз. Шанышқының көмегімен барлық жеріне жағып шығамыз. Ендігі кезекте орташа отқа қойып қақпағын жабамыз. 6-7 минутқа қалдырамыз. Сонан соң қақпағын ашып, келесі бетіне ақырындап аударамыз. Қақпағын жабамыз. Тағы да 6-7 минутқа қалдырамыз. Дайын болған тағамды ыдысымызға саламыз. Мінекей достар, өте дәмді, жылдам дайын болатын таңғы асымыз дайын. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дәмі тіл үйіретін таңғы асты сізде жасап көріңіз. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.